Сәлем оқырман, арнамалвик басып тіркеліп комментарий қалдырыңыздар. Менің күйеуім маған 2021 жылдары туған әпшемнің қызымен опасыздық жасады. Тұрмыс құрғанымызға биыл 19 жыл, 4 балам бар, алды студент. Иә, сол кезде қатты ұрыс болды. Барлық ол жақтан да, мен жақтан да үлкендерді шақырып, барлығы мені жақтап, өзің білесің, сені сыйлаймыз деп күйеуіме, өз проблемаңды қашанда өзің шеш, қалайда келін үйде болатын болсын, болмаса сенімен араласпаймыз, бізге келін мен немерелер керек деді. Иә, мен кетіп қалдым, қатты қиналдым. 2 үлкен бала енемде, 2 кіші, 2 жас, және 3,5 жас, балалармен бөлек тұрдым. Өзім бір декреттеп үйде отырмағамын, жұмысым бар, шүкір, медбике. Содан күйеуімді үйден қуып жіберген үйіндегілер енеммен бірге тұрамыз. Ол үй жалдап тұрыпты. Сөйтіп мен ешкіммен араласпай, бәрін блокқа тығып, өзім кафеда тұрдым. Жай опасыздық емес, 6-7 айдай жүргенмен сорлы сіңілім деп үйге шақырып, бірге кафелерге, караокеге, тауға баратынбыз. Сол кезде дым ойламағамын ғой. Ал олар мені ақымақ қылып жүрген. Әпшем болса өзіме атылып, байыңа ие болмайсың ба, өзің кінәлісің деп өзімді кінәлайды. Сөйтіп өзім кафеда жүргенде күйеуім келеді, кешірім сұрап, өзі іздеп тауып, сөйтсем ол сол ауданда қасындағы домда тұрады екен, оны екеуіміз де білмегенбіз. Күйеуім жақтан туыстарынан біраз қолдау болды, ақшалай да, моральды да. Күйеуім бірнеше рет қайта-қайта келіп, барлық жерде өлердей сүйем деп айтты, қоймады. Балалар да әкелерін жақсы көреді, бұлай жаман адам емес, жаман қасиеттері жоқ, мені қолдап, керегімді әпереді, ақша да береді, ұрсу да жоқ, тек сол бір жалғыз басуы болып тұр. Кешірдім, қайта бардым, бірақ құрғырдақ кетпейді екен. Сіңілім де кешірім сұрады, бірақ Алла кешірсін сені дедім, көзіме көрінбе дедім. Сол кездегі күйімді айта алмаймын, әлі де жек көріп тұрам күйеуімді. Ол барлығын жасайды қазір, әпшем кешірім сұрады, түсінді, қызының дұрыс емес екенін, оны да кешірдім. Араласамыз, қызы сол жағдайдан кейін тұрмыс құрды, қазір 2 баласы бар, бірақ күйеуі ұрады екен, ақша таппайды екен. Кейде жаным ашиды оған, бірақ өмір бумеранг деп қоям. Ендігі сізден сұрарым, күйеуімді әлі де жек көріп отырмын, амал жоқ, жақсылықтар үшін, және үйдің берекесін қашырмайын деп жүрмін. Бұл таңба ұмытыла ма? Ұмытуға бола ма? Ал ол әлі де маған қымбат сыйлықтар сыйлаған, 2-3 күндеп жұмыстамын деп тауға, қымбат қонақ үйлерге барған. Ал маған бұған дейін ештеңе, бағалы сыйлық бермеген. Тек енем, қайын әпкелерім берген. Ал қазір бәрін береді, но маған енді қызық емес, бергеніне қуана алмаймын. Ол ренжиді, саған не жағайды? Деп. Көңіл күйімде соны ойлап түсіп жүріп. Неге олай жасады деп өзінен сұрасам, сондай болып қалдың, ақымақ болдым деп кешірім сұрай береді. Бір күні күйеуім тағы да сол сіңілмен сөйлесіпті. Өзім байқамай телефонын қарап қалдым, бастапқыда жай амандасып, хал сұрасқан сияқты болып көрінді. Бірақ іштей бір дүние сезіп тұрмын. Сөйтсем сіңлім өзі жазыпты, қалың қалай, баяғы күндер есіңде ме? Деп. Күйеуім де құр жауап бермей, сол кездерде қызық еді, бірақ бәрі артта қалды ғой деп жауап беріпті. Оны оқыған сәтте ішім өртеніп кетті. Қалай сонша менің көзіме қарап, бәрі бітті, қайта бұлай болмайды деп жүріп тағы сөйлесуге барды. Деп қатты ашуландым. Сөйтіп күйеуіме бетіне айттым, сен әлі де мені ақымақ қылып жүрсің бе? Деп. Ол саспастан, жай амандастық қой, ешқандай жаман ойым жоқ дейді. Бірақ менің сенімім тағы сөгілді. Сіңліме де жаздым. Ол да, мен де саған жамандық ойлаған жоқпын, бәрі өткен шақ, енді қайталанбайды деп ақталды. Бірақ сенім бір кеткен соң, қайта орнына келуі оңай емес екен. Кейде өзімді алданған, қорланған әйелдей сезінем. Екеуіне де сенбеймін. Үйдегі тыныштық үшін үндемей жүргенім болмаса, жан дүнием тыныш емес. Күйеуім бұрынғыдан да жақсы көрінуге тырысады, бірақ көзіммен көріп, көңіліммен сезген шындық бәрін көлегелей береді. Содан бері мен күйеуіме қарап отырып, үнемі ойда бір күдікпен өмір сүріп келем. Қасымда жүргенімен жанымда жүрген жоқ сияқты. Бірге отырсақ та бұрынғыдай ішім жылмайды.
Кейде көзіме тура қараса, мен оның жанарынан шындықты іздеймін. Бірақ таппаймын. Сіңліммен де араласуды мүлде тоқтаттым. Жылдар бойы бірге өскен, бір нанды бөлісіп жеген адамым еді. Бірақ бір сәтті қателік бәрін күйретті. Оның өкініп жүрмін дегеніне сенгім келмейді. Сенім бір бұзылса, қайта қалпына келуі қиын екен. Кей кештерде балаларымның күлкісін естіп, осылар үшін ғана шыдап жүрмін деп өзімді жұбатам. Күйеуім барынша жақсы болуға тырысады, үйге көмектеседі, ақша жағынан қысым жоқ, мейірімді де. Бірақ соның бәрі менің жүрегімдегі жараны емдей алмай тұрғандай. Кейде терезе алдында отырып, өткен өміріме көз тастаймын. Қай кезде бұрылыс болды? Қай жерден қателестік? Мүмкін тым көп кешірдік бе? Мүмкін тым сенгіш болдық па? Жаным тыныштық іздейді. Бірақ бұл тыныштық сыртқы ғана сияқты. Іштей үнемі күрес жүріп жатыр. Өзімді жоғалтып алмау үшін, балаларыма мықты ана болып қалу үшін күресіп жүрмін. Күйеуім де кейде: сен маған әлі сенбейсің бе? Не істесем де, көңілің орнына келмейді ғой деп ренжиді. Мен жауап қатпаймын. Себебі мен енді сөзге емес, істерге сенем. Бірақ сол сенімге жету үшін әлі талай уақыт керек сияқты. Бір күні тағы да бір ауыр жағдай болды. Күйеуім басқа бір әйелмен сөйлесіпті. Бұл жолы мен өзім байқап қалған жоқпын, танысым айтты. Күйеуің бір әйелмен жиі жазысатын сияқты, байқап көр деді. Ішім дір етті. Тағы да ма? Әлде мен шын мәнінде бақытсыз өмірге шыдап жүрмін бе? Телефонын ақтардым. Жазбалары өшірілген екен, бірақ фотолардан, кейбір сақталған нөмірлерден, мессенджерден бір әйелмен сөйлескені білініп тұр. Көп нәрсе емес, бірақ жеткілікті. Сыпайы жазылған сөздер, бірақ ер адам мен әйелдің жай ғана таныстығы емес екені бірден байқалады. Оған: бұл не? Тағы да ма? Сен түзелем, бәрі артта қалды деген жоқ па едің? Деп жылап тұрып айтып едім. Ол қайтадан: ештеңе болған жоқ. Жай сөйлестім, жұмыс бабымен сен тым көп уайымдайсың деп ақталды. Бірақ жүрек алданбайды екен. Мен үндемей қалдым. Дауыстап ұрысқан жоқпын. Тек көзімнен жас ақты. Себебі бұл жолымен шаршадым. Қайта-қайта кешіріп, қайта-қайта үміттенуден шаршадым. Балаларымды ұйықтатып жалғыз отырдым. Терең ойға баттым. Бұл мен қалаған өмір ме? Мен осындай сенімсіздікпен өмір сүргім келе ме? Жоқ, бірақ кетіп те кете алмаймын. Себебі балаларыма әке керек, менің жүрегім де әлі толық суымаған. Мүмкін бұл өзімді жоғалтудың белгісі шығар. Бұрын мен де бақытты болуды армандағамын. Ал қазір тек тыныш өмір сұраймын. Бірақ бұл тыныштық шын тыныштық емес екені анық.